Алматы қаласынан 10 шақырым қашықтықта орналасқан Абай ауылында дәл осы үйде 23 адамнан құралған отбасы тату-тәтті өмір сүріп жатыр. 5 жылда 19 баланың анасы атанған Заринаның бүгінгі өмірі жайлы біліп қайту үшін арнайы қонаққа келдік. Есіктен кіргеннен балалар құшақ жая қарсы алды. Өздері үшін арнайы әкелген жемістер мен тәттілерді, мерекелік торт пен сыйлықтарды бөліскен олардың жүзінен ерекше қуаныш байқалды. Себебі бүгін үйдің үлкені Русланның туған күні. Бауырлары құттықтау тілектерін жаудырып, оған арнап ән айтты. Бір шаңырақ астында балалық шақтың қызық кезеңін бірге бөліскен 18 баланың тағдыры мұнда келгенге дейін талай сыннан өткен. Олар үшін үміт отын қайта жаққан Зарина бастапқыда өте қиын болғанын, қазіргі өмірінде өкінішке орын жоқ екенін айтады. Мұның бәрі 5 жыл бұрын басталды. Біз ең алғаш Кристина, Дима және Сергейді бауырымызға бастық. Жолдасым екеуміз Байсерке ауылына қонаққа барған едік. Сол жерде балалар аш, жағдайы өте ауыр отбасы тұрып жатқанын естідік. Олардың ата-анасы маскүнем, ал балалары мүлдем қараусыз екен. Бәрін көріп білгеннен кейін анасымен келісіп 3 баланы асырап алдық. Біраз уақыттан кейін балалардың туған әжесі қайтыс болып, оларды ауылына апардым. Үйінде 3 айлық нәресте бар екен. Оның салмағы бар жоғы 6 келіге жетер-жетпес күйде, тіпті жылауға шамасы келмейтін халде екен. Ол қызды да қамқорлыққа алуды ұйғардық. Ол уақытта өзіміздің 5-ші сәбиіміз дүниеге келген болатын. Осы жылы ақпан айында сол Байсерке ауылындағы отбасында тағы бір бала дүниеге келген деген хабар естідік. Барып көрсек, 5 айлық баланың салмағы 3 келген. Жағдайы өте ауыр болды. Киімдері лас, тамақ ішпеген, үйі тіпті нашар халде. Әлі жоқ күйінде үйге әкелдік. Абдул қазір 1 жастан асты. Жағдай жақсарып келеді. Салмақ қосып, тіпті өз бетімен жүре бастады. Біздің еркемізге айналды. Балалардың бәрі орыс мектебіне барады, бірақ араларында қазақша кітап оқып, қазақ тілінде еркін сөйлейтіндері де бар екен. Менің атым Рома, мен 13 жастамын, 6-шы Г-да оқимын. Мен сүйіктім пәндер математика мен қазақ тілі. Мен жақында қазақ тілінің олимпиадаға бардым, 1-ші орынды алдым. Ал Русланның арманы әнші болу. Оған арнайы өлең айтатын құрылғы сыйлаған едік. Балалар өздерінің сүйікті әндерін бірге шырқап берді. Балалардың қазіргі күндегі басты арманы үлкенірек баспана болса екен дейді. Шағын үйде адам саны артқан сайын үйдің қабырғалары буланып, төбесі көгере бастаған. Үлкен үй салуға қаражаты жетпей, қиналып жүрген Зарина мұндай жағдайдың балалардың денсаулығына зияны тие ме деп қорқады. Осылайша бір арнаға тоғысқан сан қилы тағдыр иелері қатарластарынан қалмай, ата-анасының мейіріміне бөленіп өсіп келеді. Вспоминаю детство, помню наше место. По 16 ждали целовать.